Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сыныптан тыс жұмыстардың түрлері және оның тиімділігі. Жоспар: сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, маңызы, сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, сыныптан тыс оқуларды ұйымдастыру. Мақсаты: сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, маңызы, міндетімен студенттерді таныстыру, сыныптан тыс жұмыстардың түрлері жайлы мәліметтер беру, сыныптан тыс оқуларды ұйымдастырудың түрлері, өткізу ережелерімен таныстыру. Пайдаланған әдебиеттер: әдістемелік нұсқауқат 2019-20 оқу жылына арналған. Өтебаева қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы еңбегі. Мектепте әдебиетті оқыту барысында сыныптан тыс жұмыстарға ерекше көңіл бөлінуге тиіс. Оқушыларды сөз өнеріне тарту, көркем шығармаға деген қызығушылығын арттыру, эстетикалық талғамын, сезімін дамыту сияқты білім мен тәрбиенің басты мәселелері сыныптан тыс жұмыстарда тиімді ұйымдастыру арқылы жүргізіледі. Сыныптан тыс жұмыстарды оқушылардың қабілеті, икемі, дарыны, жеке ынтасы негізінде ұйымдастырылады және бірнеше салаға бөлінеді. Үйірме жұмыстары сыныптан тыс жұмыстардың күретамыры. Әдеби шығармашылық үйірмелердің, соның ішінде шешендік өнер, айтыс, термеші сияқты фольклорға негізделген түрлері әсіресе соңғы кездері тәжірибеге көптеп енгізілуде. Үйірме жұмыстарының арнаулы органы қолжазба журналы, газеті. Жұмыс жоспары жасалынады. Мұндай істерге кейде жергілікті ақын жазушылар да өз тілегімен көмектесіп белгілі бір секцияны басқарады және осыған ықпал етіп отырған да дұрыс. Әдістемелік нұсқауқатта қазақ әдебиеті пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру кезінде 2019-20 оқу жылына аталып өтілетін мерейтойлық күнтізбелік күндерге ерекше назар аударылған. 2020 жылы 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, ойшыл, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл. Осыған орай 175 жылдық мерейтойын жоғарғы ұйымдастырушылық және мазмұндық деңгейде мерекелеуді қамтамасыз ету мақсатында 2019 жылғы 30 мамырда Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мерекелеу туралы Қазақстан Республикасы президентінің қаулысы жарық көрді. Қаулыда 2020 жылы Нұр-Сұлтан қаласында Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізу, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын Біріккен ұлттардың білім, ғылым, мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымы ЮНЕСКО мен халықаралық түркі мәдениеті ұйымы Түрксой аясында мерекелеуді ұйымдастыру жөнінде тапсырмалар берілген. Міне осы тапсырмалар негізінде мектепте қандай іс-шараларды жоспарлауға, жас ерекшелігіне байланысты өткізуге болады. Республикалық деңгейде Абай оқулары 6 бағыт бойынша ұйымдастырылады. Бұл мектептен бастап мектепішілік, аудандық, қалалық, аймақтық, облыстық, республикалық деңгейде 5-6 кезеңнен тұрады. Бұл 6 бағыт бойынша ұйымдастырылады. Бірінші өлең сөздің патшасы сөз сарасы номинациясы, Абай өлеңдерін жатқа оқу конкурсы, қазылар алқасы. Бұл номинацияда оқушы жатқа білетін Абай шығармаларының санына байланысты бағалайды. Екінші Абайдың қара сөздері номинациясы бойынша Абай қара сөздерін жатқа мәнерлеп оқу. Бұл номинация бойынша Абай қара сөздерін толық білуі бойынша бағаланады. Үшінші Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары номинациясы бойынша Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ақылбай Абайұлы, Мағауия Абайұлы шығармаларын жатқа оқу. Бұл номинация бойынша шығарма мәтіндерін жатқа мәнерлеп айтуы, толық білуі бойынша бағаланады. Төртінші көңілі мәнді ұғады номинациясы оқушының Абай және Шәкәрім әндері мен күйлерін орындау шеберлігі бағаланады. Бесінші жүйріктен жүйрік озар жарысқанда номинациясы оқушылар өз шығармалары бойынша поэзиялық бағаланады. Алтыншы ұлылар әлемі Абай және Шәкәрім шығармаларына, рухани болмысына қатысты тақырыпқа ұсынылған эссе жазады. Міне осындай 6 бағыт бойынша ұйымдастырылады. Осыған мектептен төменгі сыныптан бастап осы 6 бағыт бойынша балаларды дайындай бастау керек. Бұл сыныптан тыс жұмыстар кезінде жүзеге асырылады.
Сондай-ақ әдістемелік нұсқаухатта әдебиет пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау ұйымдастыру негізінде 2019-20 оқу жылында аталып өтетін мерейтойлық күнтізбелік күндерге назар аударады және пән мұғалімдеріне ұсынады. 2019 жылы 9 шілдеде қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі жазушы, публицист, драматург Жүсіпбек Аймауытовтың 130 жылдығы. 15 қазан қазақ балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 95 жыл. 15 қазан қазіргі қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі ақын, жазушы, мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығы. 22 қазан Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері, қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан тұлға Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 95 жылдығы. 15 қараша қазақтың көрнекті жазушысы, драматург Бейімбет Майлиннің 125 жылдығы. 25 желтоқсан қазақ жазушысы, қазақ ақыны, журналист, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Фариза Оңғарсынованың дүниеге келгеніне 80 жыл. 5 қазан ақын, жауынгер, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы, КСРО және КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 2 мәрте еңбек қызыл ту орден, 2 дәрежелі отан соғысы, құрмет белгісі ордендерімен бірқатар медальдардың иегері Жұман Молдағалиевтің туғанына 100 жыл. Әдеби үйірмелердің бір түріне кітап достары немесе кітап білім бұлағы деген үйірмені жатқызуға болады. Әсіресе 5-8 сыныптарда оны мектеп кітапханасымен бірігіп жүргізудің маңызы ерекше. 5-8 сыныптар бойынша әдебиет үйірмелерімен бірлесе отырып, Алтын Сақа немесе Ертөстік елінде атты драма үйірмесін жүргізуге болады. Сыныптан тыс жұмыстардың бір түрі клубтар. Үйірмеге қарағанда клубтардың ауқымы кең. Үйірмеге қабілетті, соған икемі бар балалар тартылса, клубқа қатысам деушілерді ондай шектеу қойылмайды. Бір сыныптан түгелмен бір клубқа қатыстыруға болады. Мысалы, сымбат немесе сырғалым клубтарына қыздар тартылады. Әдеби біліммен қатар эстетикалық тәрбие беру, сұлулық, әдемілікті сезінуге баулу, ұлттық тәрбиені жүзеге асыруда мектепте өтілетін әдеби кештердің атқаратын жұмысы ерекше болып келеді. Клубта әдебиеттегі қыздар бейнесі, ақын, жазушы қыздардың өлеңін оқып талдау, өнер, білім, қыз-келіншектер туралы, сондай-ақ қыздарға өзін-өзі күту, болашақта үй жұмысын қалай жүргізу керек, дастархан мәзіннің жайы, сән туралы қызықты, маңызды әңгімелер өткізіп, әр саладағы мамандармен кездесу ұйымдастырылады. Алтыбақа мұрагер клубтарын құрып, халықтың өнерін, әдет-ғұрпын, әдебиетін, шешендік өнерін кеңінен насихаттауға болады. Әдеби конференциялар. Әдеби конференциялар үлкен бір проблемалар, тақырыптар бойынша жүйелі өткізіп тұру тиімді. Қайта оралған есімдер шығармалары бойынша мынандай тақырыптарды қамтуға болады. Шәкәрім шығыс поэзиясындағы жарқын тұлға. Шәкәрім поэзиясындағы Абай үлгілері, Абай әсері. Ана тілін бүрлеген Ахмет Байтұрсынов. Жүсіпбек прозасындағы шеберлік пен шешендік. Міржақып алғашқы қазақ романының авторы. Әдебиет сабағы, сабақ процесіндегі жұмыстар мен сыныптан тыс жұмыстар тонның ішкі бауындай қабысып, бірлікте жүріп отыруы керек. Оқу бағдарламасындағы оқып, талдауға ұсынылған шығармалардың барлығы сабақ процесіндегі игеріп біту мүмкін нәрсе емес. Көркем шығарманы оқытудың басты кезеңдері сыныптан тыс мезгілде жүзеге асырылады. Сыныптан тыс оқулардың басты мақсаттарының бірі кітаппен жұмыс жасауға үйрету, өз бетімен оны талдай білу, оқығанның ішінен ең негізгі басты мәселелерді еске ұстау дағдыларын қалыптастыру. Сыныптан тыс оқу сабақтарын ізденіспен өткізген мұғалімдер кабинетте кітапханада арнайы сыныптан тыс оқу бұрышын ұйымдастырады. Бұл мынандай бөлімдерден тұрады. Мұғалім еркіне орай оқу бағдарламасында ұсынылатын кітаптар тізімін сынып бойынша көркем етіп жазып қою. 5 сынып бойынша 1-90 авторы Мұхтар Әуезов. Кітаптың шығармадағы аты Жетім, баспасы, шыққан жылы және кітапты қайдан алуға болады. Сондай-ақ Ғабит Мүсірептің шығармасын алуға болады. 5 сыныпта қандай кітаптар авторлар оқылады, сол бойынша осы үлгіні толтыруға болады. Кітап оқығанда мына мәселені есте ұстау керек. Кітапты жатып оқыма, денеңді тік ұстап, дұрыс отырып оқы.
Басты кейіпкерлер негізгі оқиғалар есіңде қалу үшін арнайы күнделік дәптер ашып қой. Мына үлгіні пайдалануға болады. Автор, кітаптың аты, қашан оқыдым, басты оқиғалар, негізгі кейіпкерлер, өзіме ұнағандары деген сияқты жазып отыруға болады. Ең басты мәселе мұғалім оқушылардың сыныптан тыс оқуын, сыныптан тыс оқу сабақтарын ғылыми түрде тиімді, қызықты ұйымдастыра білу керек. Мектепшілік конкурстар, жарыстар, әдеби ойындар, кітап оқу мәдениеті маңызды. Тағы басқа тақырыптарға тәрбие сағаттарын жүргізу, оқырмандар конференциясын өткізудің маңызы ерекше. Мұндай әртүрлі жұмыстарды бір маңызды тақырып айналасында өткізуге болады. Мысалы, Мұхтар Әуезов шығармаларына байланысты мынандай жұмыстар жүргізіледі. Бәйге жарыстар, конкурстар. Екінші, Мұхтар Әуезов шығармаларын мәнерлеп жатқа оқу. Үшінші, Мұхтар Әуезовті ең көп оқыған бала. Төртінші, жеке меншігінде Мұхтар Әуезов шығармалары көп оқушы. Әдеби викториналар. Викториналық сұрақ мектеп тынысы стендісіне іліп қойылады. Балалар жауабын арнайы жәшікке хат үлгісінде жазбаса салады. Қорытындысы жиналыс отырыстарда хабарланады. Викторина сұрақтары жоғарғы сыныптар үшін үлгі ретінде мысалы, бірінші, Мұхтар Әуезов заманымыздың ұлы жазушыларының бірі, кімнің сөзі? Екінші, сіз Абайды оқыдыңыз ба? Оқымасаңыз, сіз еш нәрсе білмейсіз. Бұл таңғажайып, бұл керемет, кімнің сөзі? Кімге айтылған? Сондай-ақ әртүрлі әдеби ойындардан ұйымдастыруға болады. Әдеби ойындар әсіресе 5-8 сыныптарда қызықты болмақ. Жаңылтпашты жаңылмаш шебері, жұмбақ жотылдым, алдар қудың басынан кешкендері, Қожанасыр қоржыны, жиреншенің тапқырлығы, тазшаның тапқырлығы, төрт малдың айтысы тағы басқа тақырыптарға қызықты ойындар өткізуге болады. Бұл ойындардың көпшілігі сахналық көрініспен жүргізіледі. Юмор, тапқырлық, әртүрлі күлдіргі жайлармен оны әрлендіре түседі. Оқырмандар конференциясы. 5-8 сыныптарда мен сүйетін ертегі мысалдар әлемінде туған жер әуені тақырыптарын алуға болады. 4-6 сыныптарда Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы азаматтық проблемалар, Екінші дүниежүзілік соғыс Қасым жырлары, Шәкәрім шығармалары, Шығыс сазы, Шәкәрім және Абай қазақ әдебиетінде суыр салмалық өнер. Кері байланыстың тапсырмасы, қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, ойшыл, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын сыныптан тыс бір жұмыстың жоспарын әзірле. Жұмыстың түрінің формасын өзің таңда. Бір жұмыстың формасын таңдап өздерің неғұрлым қазіргі кезде қашықтықтан оқытуға байланысты құрғандарың дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде оқушыларға бұл тапсырманың құны, мәні өте жоғары болмақ. Сондықтан да кері байланыстың тапсырмасын осылай құрғандарың орынды. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін Canvas жүйесіне электронды почтаға жіберулеріңе болады балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар.